Canım, bavurım, Orazgül. Can bavurım, бүгінгі туған күніңмен құттықтаймын. Алар асуың көп болып, жаныңды жақсылықтар мен қуаныштар тербелей түссін. Саған әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Жүзіңнен күлкі кетпей, әрбір ісің оң болсын. Қайда жүрсең де жол болсын. Отбасың, балашағың аман болып, шаттығың көбейе берсін. Жаның жадырасын. Әрбір жастың тек қуанышы мен бақытын сезіне бер. Өмірің ұзақ болсын. Ассалаумағалейкум, Оразгүл. Қалай жағдайың, жақсы ма? Аман есен жүріп жатсың ба? Туған күнің құтты болсын, Ораке. Денің сау болсын. Бақытты бол. Не дейміз енді? Табан астында түсіріп жатыр енді. Айып етпейсің енді. Ал дүниедегі бар жақсылықты саған тілеймін. Жақсыры. Айтамын. Ораке, туған күнің құтты болсын жаным. Денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Мына өсіріп отқан балапандарыңның, немерелеріңнің рахатын көр, шөбере көр. Шөберенің қолынан май жала, Құдай қаласа. Балапандарың аман болсын. Денсаулығың мықты бол, осылардың ортасында біздің қасымызда аман есен жүре бер. Мынау Түркістаннан Алматыға жалынды сәлем. Туған күнді жақсылап өткізіп, Құдай қаласа, аман есен ойнап, ауылға кел. Біз сені сағындық, қайтен ертерақ ауылға. Уақыт ешкім тоқтата алмайтын алып кеме. Сол кеменің жүрісімен, толқындармен араласа, арпалыса, балалық шаққа қол бұлғап, жаңа жасыңыз, туған күніңізге келіп жеттіңіз әпке. Сізге және туыстарыңызға зор денсаулық, шексіз бақыт, ұзақ өмір тілеймін. Құрметті әпше, туған күніңіз құтты болсын. Сізге ең бірінші зор денсаулық тілеймін. Талай жылғы еңбегіңіздің жемісін көріп, зейнеткерлік шағыңыздың шаттық күндеріне куә болып отырмыз. Құтты бола берсін бәрде. Бала шағыңыздың алдында өстіп бақытқа бөленіп отыра беріңіз. Сіздің осы ұстаздық болмысыңыз, парасат пайымыңыз, сонымен қатар сабырлығыңыз, жанашырлығыңыз ерекше қасиет. Біздерге әрдайым өзіңізден кейінгілерге үлгі болып, жақсы сөзіңізді айтып, ақ тілегіңізбен демеп отырасыз. Көп рахмет сізге. Бала шағаның алдында, немерелердің алдында шат-шадыман ғұмыр кешіп, ұзақта мәнді де сәнді өмір сүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз, тілеулеспіз, бетіңізден сөйтіп сау болыңыз. Құтты болсын туған күн тағы. Оразгүл әпшем, сізді бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге әрқашан зор денсаулық тілеймін. Сіз менің өмірімдегі ең бір идеал адамсыз. Мен сізге ұқсап ұстаз болдым, бала оқыттым, шәкірт тәрбиеледім. Сіз сияқты мен де сыйлы, абыройлы болғым келеді. Сізге ұзақ ғұмыр тілеймін. Әпкем мені әркез жақтаған, әпкем мені әркез мақтаған. Мен сізбен мақтанамын. Мен сізді бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен және құттықтаймын. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Тек мен ғана емес, менің шәкірттерім де сізді құттықтайды. Қайырлы күн, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі Оразгүл дейінше туылған күніңіз құтты болсын. Жасыңызға жас қоса беріңіз, деніңіз сау болсын. Өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың қызығын көріп,
немерелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіз. Деніңіз сау болсын. Отаныңызда өстіп ойнап күліп жүре беріңіз. Сізге денсаулық тілеймін. Құдай қаласа шөбере көріңіз. Шөберенің қолына май жалаңыз. Деніңіз сау болсын. Сол. Апа, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, 100 жасаңыз. Апа, ешқашан ауырмаңыз, ешқашан қартаймаңыз. Аспанда қанша жұлдыз бар, сонша жасқа жете беріңіз. Апа, бүгін дүниеге келген күніңіз құтты болсын, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Немере шөберелеріңіздің қызығын көре беріңіз. Саламатсыздар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Жеке туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, аман болыңыз. Гүлдей жайнап құлпырып жүре беріңіз, ауырмаңыз, 100 жасаңыз. Осы балапандарыңыздың қызығын көре беріңіз. Немерелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз. Қартаймаңыз. Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар. Бүгін мен анашымның туған күні, оған бір шумақ өлең. Ана жаным, бар байлығым, тірегім, сендей адам әлемде жоқ білемін. Жер бетінде сенсіз менің жұмағым, аман жүрші дүрсілдесін жүрегің. Дей отырып, бүгінгі анашымның туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сізге ұзақ өмір, бақыт, байлық тілеймін. Ұлдарыңыздың, немерелеріңіздің алдында күліп ойнап жүре беріңіз. Қадірлі апа, әзелде адам баласына өмір жолында бақыт беретін, ұстаз секілді ақыл иесі, жүрегіне ғинаят пен мейірім жинаған асыл жан сирек болады. Сол сиректің бірі өзіңізсіз. Сіздің әр сөзіңіз бізге әбірет, әр ісіңіз өмірдің әлемет белгісіндей үлгі. Біз сізбен әр қашан мақтанамыз. Біз үшін сіз тек отбасының үлкен ғана емес, ғақлиясы терең, байым-пайымы мол, өмірдің әр елетінде сабыр мен әуселені серік еткен дана жансыз. Қандай жағдай болса да, жүрегіңіздегі барқадар тыныштық бізге күш береді. Біздің арқа сүйеріміз, біздің сенетініміз, бізді уайымдайтын бұл дүниеде жалғыз сізсіз. Сіздің жүрегіңіз нағыз Захираға, мейірім мен даналықтың қазынасы. Біздің әрқашан жақсылықтың жақатында тәрбиелеп, ғилман, яғни кішкентай кезімізден бастап адамдықтың жолын үйреттіңіз. Сол үшін сізге деген ғизатымыз шексіз. Мынау өмірде сіздің деніңіз әркез сау болуын Алладан сұраймыз. Апау, өміріңіз дүр мен дүриядай қымбат, нұрлы болсын. Жүзіңіз әрдайым бедердей жарқырап, деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Алла сізге ұзақ ғұмыр, берекелі өмір берсін. Өсірген ұл қыздардың қызығын көретін шақта Алла соны кем көрмей, молынан көрсетсін. Әр күніңіз қуанышқа толып, шаңырағымызда барқадар тыныштық пен бақыт дәуам болсын. Апау, мынау төл мерекеңіз, туған күніңіз құтты болсын. Сіз біз үшін асыл жансыз, сіз біз үшін қастерлі адамсыз, сіз біз үшін тек қана махаббатқа толы жүрегі ғана емес, санасы да бүкіл денеңізбен осы махаббатты бізге шашыратып, жарқыратып тұратын ең сүйікті